Мырза, сіз бұрын білім министрі болдыңыз ғой? Және білім министрі жауап беріп Енді сіз бұрынғы министрсіз. Жоқ, енді білім министрсіз. Қазіргі министрге бұл сұрақ өте көп қойылды. Қазір мұғалімдерді аттестациялау деген талап пайда болды. 2 жыл болды ғой деймін, қателеспесем. Зейнет жасына таяп қалған мұғалімдер қазір өз ренішін білдіріп жатыр. Біз неге мысалы 30-40 жыл бойы мұғалім болған адамдар неліктен осы аттестациядан жастармен бірге өтеміз? Біз неге осындай ол бізге қажет пе дегендей, оның орнына мысалы университетті жаңадан бітіріп келген адамдарды сынап. Осы сұрақты жаңа министрға да беріп жатты. Мен мұғалім боп жұмыс еңбек жолын бастағаныма тура 50 жыл болды. Мұғалымға деген көзқарасым ерекше. Мұғалымды біз сыйлауымыз керек. Біздің Қазақстандағы дәрігерлерді сыйлауымыз керек. Мен білім министрі болып әлемді аралап жүріп, Қазақстанның мұғалімдері, Қазақстанның дәрігерлері ешкімнен кем емес. Бірінші сұрақ. Екінші, аттестация керек. Ол жаңағы біздің мұғалімдар өзінің қабілеттілігін көтеріп отыру керек. Бірақ дегенмен мен жаңағы министр ренжімейді деп ойлаймын. Мен 25 жыл стажы бар мұғалімдарға ондай ешқандай аттестацияны қоймас едім. Неге десеңіздер, мен мектептің бағдарламасын жақсы білгеннен кейін 25 жылдың ішінде ол мектепте берілетін. Жаңағы пәндердің ешқайда өзгеріп кетпейтініне ешқандай күмәнім жоқ. Бірінші. Бірақ кейбір мамандықтар бойынша информатика дейміз. Тағы басқа бір жаңа тарих дейік. О жерде мүмкін керек шығар. Өзгеріп тұратын нәрсе. Жалпы, менің ойымша, мұғалімдерді 25 жыл стажы бар мұғалімдерге, менің ойым, аттестацияның керегі де жоқ шығарды. Жақсы, рахмет.